Qandaysızlar? Mine kartoshka qo'shilgan, qo'rilgan pelmen sizlarga istep ko'rsatayım. Mana жарым kilo unni yelib aldım aldın ala. 200 gram sarmaydı. Mineki salamız 72%'lık. Osunu betip жұмсақ sarmayı өзі unga әбден aralashtiramız. Холодильниктен шығарылып қойылған жұмсақ sarmayımızды қосып betip әбден илеп аламыз. Жақсылап араластырып алдық міне бәрі. Sarmay мен unды енді үстіне 2 жұмыртқамыз жағамыз. 1 кесе sütімізге 1 қасық тұзымызды салып ертеміз. Осының үстіне 2 жұмыртқамыз жағып салып араластырып жақсылап араластырдық. Енді осыны баяғы таярлап қойған ұн мен sarmayға салып илейміз. Bir шай қасық қантымызды саламыз. Үстіне бүйтіп себелеп, мен ұмытып кетіппін жаңа. Міне мынандай жұмсақ қамыр болды. Енді бұны пакетке салып, холодильникке 1,5 сағат қойып тұрамыз. Міне 1 кило картошканы алып, ашып суға қайнатып отырып, үстіне тұзын саламыз. 1 қасық тұзын салдық. Қазір осы пельменіміздің ішіне езіп, sarmay қосып, жуа қосып салатын боламыз. Оттан алып, суын төгеміз. Сковородкаға майды құйып алдым міне. Қазір үстіне жуасын салып, қуыратын болам. Міне жуамызды қуырылып жатыр. Үстіне азғантай тұз саламыз. Пиязымыз әбден қуырылды, исі шығып. Piyazımızı qo'rilgan kartoshkaning üstüne saldık. Жарты қасықтай qaravush salamiz. 1 qasıq mayonez salib әбден ezemiz. Mineki püresini dayındap болдық. Енді қамырын жайып, kesip бүге бастаймыз. 4 bölükке bölüp aldım. Bireуін алып жайып, қалған 3-еуін мұздатқышқа қоя тұрамыз. Міне қамыр жайып алдық, жұқалап. Өте жұқа да қылмай, өте қалың да алмай жайып алдық. Қазір кесіп бастаймыз. Міне қамырды өсіп кесіп бастаймыз. Міне пельменге кескенде қылып. Пельменге кескенде қылып. Міне пельмендерімізді бүйтіп бүге бастадық. Kartoshkаны азырақ саламыз. Ашылып кетуі мүмкін. Міне пельмендерімізді бүгіп болдық. Қазір майға салып пісіріп аламыз. Пельменіміз салды. Міне осы жайымен қойып тұрып pişirip alamız. Mine өсіп pişirip alıvatırıq. Mine ikinci sualaсын бүгіп alып atırım. Jayıp kesip aldık. Қазір onun da boğaсын қуыратын боламыз. Қуырылған пельменimiz de tayar болды. Өте тамаша шықты. Mine kartoshka қосылған қуырылған пельменimiz de tayar болды.
көрінісі де қандай әдемі, және дәмі де өте дәмді. Дастарханға қойғанға дастарханды прямо ашып тұрады десе де болады. Міне картошка қосылған, қуырылған пельменіміз де таяр болды. Көрінісі де әдемі, дәмі де өте дәмді шыққан, жұмсақ болып, мына қараңыздар, қосылғасын самсаның қамырындай көтеріліп, жан-жағы әдемі шықты, маған ұнады. Сіздер де істеп көріңіздер, көп зат керек емес, бәрі үйдегі бар нәрсе. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, пікір жазып, лайк баса кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар. Сіздер де істеп көріңіздер. Қараңыздар, қандай тамаша.